Сәлем достар, мен қазір маған соңғы кездері өте көп қойылып жүрген бір сұраққа жауап бергім келіп тұр. Ол келіншегіңмен қалай таныстың деген сұрақ. Енді мен бұл жайлы біраз айтқам, бірақ дұрыстап видеомен әдемілеп түсіндіру керек болып тұр. Приятного просмотра. 2020 жылдың қараша айында Американың әйгілі экспериментін қайталау үшін мен қалаға шықтым. Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бүгін бір қызықты эксперимент істегім келіп тұр. Мына қолымдағы сувенирді Франциядан үйге естелікке алып келгем. Енді осыны кез келген затқа алмастырам. Көптеген ұсыныстар болды, бірақ бір қыз күміс сақинаға алмастырам деді. Біз бірден сол жаққа тартып кеттік. Ал достар, ең алғашқы ауыстыру басталды. Өзіме қызық болып отыр. Гүлфайруз есімді ару маған таза күмістен сақина берді. Ал бұл не істейсіз сіз? Мен студияға тұрып қоямын, мен Тельмай радиосында жұмыс істеймін. Болашақ диктор екен. Осы бейтаныс ару менің жарым болады деп кім ойлапты? Есіміне тілім келмей Гүлфайруз дейтінмін. Бір аптадан соң ол мені өзі жұмыс істейтін Тойдуман радиосына қонақ қып шақырды. Эфир барысында сторис түсірдік, сол кезде ол былай деп айтты. Достар, өткенде көңіл күй алмасу бағдарламасында ең алғашқы болып башняны алып кеткен Гүлфайруз есімді қарындасыммен тағы да кездестім, студиясына шақырды. Енді құтылмайсыз деді. Менің де құтылғым келген жоқ. Жүректе сезім пайда болған сезімде эфирден шыға салып бірден жаздым. Сөйтіп біз қыз бен жігіт болдық. Осылай біздің махаббат хикаямыз басталды. Өзімнің адамың жолықса сразу түсінеді екенсің ғой. Сөйтіп ол да мен де ұзаққа созудың мәні жоқ екенін түсіндік те, мен оны өзімнің отбасыммен таныстырдым. Содан соң Көктөбеде екі болашақ құдағидың келісім шарттары өтті. Некемізді қидық. Сосын сөз салу күні ол бүкіл сценарийдің бәрін біліп қойып, қырсық қалды. Мен де қырсықтым да ескі Volkswagen Passаттың артында сөз салдым. Ол иә деді. Сосын осындай керемет 12 сағаттық отырыс болды. Ұзату тойы болды. Біртүрлі қобалжу сезімі, құдалық болды. Шіркін-ай. Одан кейін құдалықта мен ән айттым. Енді қайын жұрттың көзіне түсіп қалу керек болды. Одан кейін ұлан асыр беташар болды. Әйтпесе бәрімізді уайымдаттым, талғарға әкелем деп анан дейді. Осылай біз 4 айда ерлі зайыптылар атандық. Алла қаласа осы жылы үлкен той болмақ. Бәріңіз шақырам, дайындалыңыздар. Мен экспериментті одан ары қарай жалғастырған жоқпын. Себебі өзіме керекті ең үлкен дүниені таптым. Ол құтылмайсыз деген уәдесінде тұрды. Мен де құтылғым келген жоқ. Маған сыйлаған күміс сақинасы өзіне неке жүзік болып қайтты. Құрметті достар, бақытты болыңыздар. Сіздерге тек қана бақыт тілеймін. Бойдақтар, үйленіңдер.